Дармубаров сияқты, Ринат бар, орысша, қазақша бәрін тыңдай бердім. Даиштің өзінің проповедниктері бар, солардың видеолары бар, соларды тыңдадым. Оқу мақсатымыз шығып кеткен 2009 жылда. Қай елде? Бірінші Дамаск қаласына бардым. Мен тек 1 жыл оқыдым Дамаскте. Арабша әлі толық меңгермегендіктен қасынан қайту өкінішті болды. 2014, почти 2015-те бардым. Ислам халифаты жарияланғаннан кейін, где-то 2 айдан кейін бардым. Мысалы, ол жақта тек ислам мемлекеті емес, курдтарда өзінің мемлекетін жарияламақшы болды. Және де джейш-хур дейді, жергілікті халықтар өздері демократиялық мемлекетін құрмақшы болды. Любой мемлекет соғыспен ғана құрылған деп білдім. Дінін қорғау үшін, дінін сақтау үшін күреседі деп түсіндім. Таңертең майданда болып жатқан қателіктерді, рибатта тұрған күзетшілердің мақалаларын самолет келіп ұрып кетіп атады, келіп жазады, не себептен болып жатыр. Соның қасымда неге аударып берем. Іште жүрген тыңшы дейді ғой. Сондай бар. Енді соғысу жоқ дейміз, соғысу бар. Қандай қару-жарақтар қолданылды? Қару болды, бәріне беріледі. Калашников болды. Пистолет болды. Блок жақсы ма? Қандай жақсы? Блок жақсы. Біз істеген қателігін баспен көтеру керек.